Қаралы хабар тарады, барша қазақ елі көрсін, білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум армы-қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Ақтөбелік жас футболшы қаза тапты. Ақтөбе командасының 15 жастағы қорғаушысы Арон Мұса қайғылы жағдайда өмірден өтті. Онымен бірге оның әжесі менен немере ағасы да қаза тапқан. Қайғылы уақиғаның мән-жайы нақты көрсетілмеген. Ақтөбе облысы ТЖД мәліметінше 12 қазан күні кешкі бөлімге Кутуев көшесі 27 мекен-жайында болған уақиға туралы хабар түскен. Уақиға орнына келген құтқарушылар өрт белгілерін анықтамаған. Бірақ 3 адамның мәйіті табылған. Полиция қызметкерлері тергеуді бастады. Сот медициналық сараптама тағайындалуда. Оқиғаның себептері менен мән-жайы анықталып жатыр. Ақтөбедегі қайғылы жағдай 15 жастағы футболшының қазасы туралы жаңа деректер пайда болған. Жасөспірімнің қазасы туралы жергілікті футбол клубының хабарлауында 15 жастағы Арон Мұсаның және де оның әжесі менен ағасының денелері отбасының үйінен табылған. Алдын ала мәлімет бойынша үшеуі де көмір қышқыл газынан уланып қайтыс болған. Уақиғаның нақты мәліметтері анықталып жатыр. Арон отбасындағы 6 баланың үлкені. Атасы қайтыс болғаннан кейін ол әжесіне көмектесу үшін жанына көшіп барған екен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де осыған ұқсас сізге де ақпараттар сіз үшін қызықты болса, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үйлесіп сау саламатты болыңыз.